Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы халықаралық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан. Бұл сабақта Қазақстанның аймақтық және халықаралық ұйымдарымен байланыстарын талдаймыз. Қазақстан Республикасының халықаралық аренадағы танылуына баға береміз. Және шағын зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Қазақстанға халықаралық ұйымдарға мүшелік не берді? Қазақстан халықаралық ұйымдардағы бағдары қандай деген сұрақтарға жауап береміз. Тірек сөздерге тоқталайық. Интеграция латын сөзі қалпына келтіру, толықтыру деген мағынаны білдіреді. Саяси немесе экономикалық субъектілерді біріктіру, олардың арасындағы байланыстарды дамытып, өзара ынтымақты, іс-қимылын тереңдету. Саммит сыртқы саяси келісімдер жүргізіп, шешімдерге келу үшін мемлекеттердің жоғарғы басшыларының кездесуі. Демаркация шекараны жергілікті жерде арнайы белгілер арқылы көрсетіп белгілеу. Делимитация мемлекеттік шекараны картаға түсіру арқылы келісімді түрде анықтау. Манифест халықаралық ұйымдардың немесе жаһандық деңгейдегі беделді қайраткерлердің әлемдік қауымдастыққа жолдаған үндеуі. Кеден шекарадан өтетін тауарларды тексеретін және осы тауарлардан салық алып тұратын мекеме болып табылады. Құрметті оқушылар, сіздер экранда сұрақ көріп отырсыздар. Қазақстан қандай ұйымдарға мүше деген осы сұраққа жауап беру үшін бірлесіп бейнежазбаны мұқият қарап тыңдайық. Қазақстан 50-ден астам халықаралық ұйымға мүше. Олардың қатарында Біріккен ұлттар ұйымы, ЮНЕСКО, Дүниежүзілік сауда ұйымы, ФИФА, Халықаралық олимпиада комитеті және Интерпол бар. Сондай-ақ бұл ел халықаралық қайта құру және даму банкі, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, Дүниежүзілік туристік ұйым, Халықаралық көші-қон ұйымы, Дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасына да мүше. Қазақстан 20-ға жуық аймақтық және ведомствоаралық ұйымға мүше. Олардың қатарында тәуелсіз мемлекеттер достастығы, Еуразиялық экономикалық одақ, Шанхай ынтымақтастық ұйымы бар. Сондай-ақ бұл мемлекет Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Ислам ынтымақтастық ұйымы, экономикалық ынтымақтастық ұйымының да белді мүшесі. Қазақстан 1992 жылы 2 наурыз күні Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі болды. Бұл Қазақстан алғаш мүше болған халықаралық ұйым. Сондай-ақ қазір Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының ядролық қаруларды сынауға тыйым салу келісімінің қатысушысы. Ал 2017 жылдан бастап 2 жыл Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақсыз мүшесі болады. Қазақстан кандидатурасын 203 мемлекеттің ішінде 138-і қолдаған. Қазір Біріккен ұлттар ұйымының әртүрлі органда Қазақстанның 20 азаматы жұмыс істейді. 2010 жылы Қазақстан өзі мүше Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етті және саммит өткізді. 1995 жылы Гвинеяда өткен Ислам ынтымақтастық ұйымы сессиясында Қазақстан мүшелікке қабылданды. Қазақстанның Ислам ынтымақтастық ұйымына төлейтін жарнасы ұйым бюджетінің 1%-ын құрайды. Қазақстан 2017 жылдан бастап Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді, ал 2015 жылы ТМД-ға төраға болды. Қазақстан 2015 жылы қарашада Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болды. Келіссөз 20 жылға созылды. Қазақстан қандай ұйымдарға мүше деген сұрақтың жауабын бірлесіп тексеріп көрейік. Біріккен ұлттар ұйымы, ЮНЕСКО, Халықаралық олимпиада комитеті, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Дүниежүзілік сауда ұйымы, ТМД. Қазақстанның аймақтық және халықаралық ұйымдарымен байланыстарына тоқталып өтейік. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев көптеген маңызды саяси экономикалық бастамалардың авторы болып табылады. Олар Еуразиялық экономикалық одақ, Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралар жөніндегі кеңес, әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының съезі, ядролық қауіпсіздік саласындағы бастамалар, Астанадағы Сирия жағдайды реттеу бойынша келіссөздер алаңын ұсыну, 2000-2007 жылдардың кезеңінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау, демаркациялау жөніндегі көп жылдық жұмыстар аяқталды. Атап айтқанда, 1992 жылы
25 мамырда Мәскеу мен Ресейдің арасындағы достық және ынтымақтастық жөнінде өзара көмек туралы шартқа қол қойылды. Қазақстан мен Ресейдің арасындағы шекара жөніндегі алғашқы құжаттың бастамасы болып табылады. 2005 жылы қаңтарда Ресей мен Қазақстанның арасындағы 7591 шақырымды қамтитын мемлекеттік шекара белгіленген тарихи құжатқа қол қойылды. Қытаймен ұзаққа созылған келісімсөздердің нәтижесінде екі елдің арасындағы шекаралық мәселелер екі жақты үшін тиімді шешілді. Жалпы көлемі 1000 шаршы шақырым болатын даулы жердің 57% Қазақстанға, 43% Қытайға тиесілі болды. 2001 жылдың желтоқсанында Астана қаласындағы Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы келісім шартқа қол қойылды. Осылай Қазақстан Республикасының қазіргі шекарасы заңдастырылды. Екінші тапсырманы орындау үшін мұқият мәтінді тыңдап отырыңыздар. Шанхай ынтымақтастық ұйымының 2001 жылы 15 шілдеде Шанхай қаласындағы 6 мемлекеттің Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан бастамасы құрылған халықаралық ұйым. Шанхай ынтымақтастық ұйымының ізашары Шанхай бестігі болады. Ал Шанхай әріптестігі Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан арасындағы шекарадағы әскери күшті қысқарту және сенім шараларын күшейтілуімен жүзеге асырылады. 2017 жылың маусымында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттерінің басшылары кеңесінің кеңейтілген құрамындағы отырысы өтіп, оның қорытындысы бойынша Астана декларациясы және экстремизмге қарсы іс-қимылдар жөніндегі Шанхай ынтымақтастық ұйымының конвенциясы қабылданды. Сонымен қатар Пакистан, Үндістан Шанхай ынтымақтастық ұйымына толыққанды мүше ретінде кірді. Евразиялық экономикалық одақ Қазақстан, Ресей, Беларусь мемлекеттерінің басшыларымен арасында 2014 жылы 29 мамырында қол қойылған келісім негізінде құрылған экономикалық одақ. Мүше елдердің парламенттері бекітіп, одақ 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді. Сонымен қатар тағы мүшелеріне тоқталып өтейік. Беларусь, Қазақстан, Ресей, Армения және Қырғызстан. Қымбатты оқушылар, сіздер экранда карта көріп отырсыздар. Осы картадағы төменде сұраққа жауап берейік. Саяси картадан Шанхай ынтымақтастық ұйымы мен Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерді анықтаңыздар. Ендігі біздің тамашалайтынымыз бейнежазба. Осы бейнежазба сабағымызды бекітеді деп ойлаймын. Экранға назар аударайық. Қазақстанның Ресей Федерациясымен қарым-қатынасы қалай дамыды? Қазақстанның Қытай Халық Республикасымен қарым-қатынасы қалай дамыды? Сұрақтарға жауап іздейік. Қазақстан халықаралық қауымдастық толық мойындаған тәуелсіз мемлекет. Еліміз ең алдымен жақын көршілермен, Орталық Азияның жаңа тәуелсіз мемлекеттермен, бұрынғы Кеңес одағының құрамында болған республикалармен және таяу, орта, шығыс және батыс елдерімен берік достық қатынас орнатқан. Қазақстанның Ресей Федерациясымен қарым-қатынасы қалай дамыды? 2000 жылы 25 қаңтарда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей президенті Владимир Путиннің кездесуінде екі жақты қарым-қатынасты жетілдіре түсуге мән берілді. 2000 жылы 10 қазанда Астанада өткен саммитте Кеден одағына қатысушы мемлекет басшылары Еуразиялық экономикалық қауымдастық құратындары туралы мәлімдеп, келісім шартқа қол қойды. 2002 жылы желтоқсанда Қазақстан екі жақты деңгейдегі тәуелсіз мемлекеттер достастығы Еуразиялық экономикалық қауымдастық Шанхай ынтымақтастық ұйымы шеңберіндегі елдер қауіпсіздігінің интеграциялануының басты кепілі болатыны атап көрсетілді. 2003 жылы Қазақстан, Беларусь, Ресей, Украинамен біртұтас экономикалық кеңістік құру туралы келісімге келді. Бірлестіктің басты мақсаты капиталдың, технологиялардың еркін айналып, әскерлік ахуал туғызуды қамтамасыз ету. 2003 жылы Ресейдегі Қазақстан жылы, 2004 жылы Қазақстандағы Ресей жылы мемлекеттік деңгейде аталып өтті. 2007 жылы 6 қазанда Еуразиялық экономикалық қауымдастығы елдерінің саммитінде Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері
кеден одағын құратындары туралы мәлімдеме қабылдады. Қазақстанның Қытай Халық Республикасымен қарым-қатынасы қалай дамыды? 1992 жылы тамызда Қазақстан Республикасының президентінің оңтүстік шығыстағы үлкен көрші мемлекет Қытай Халық Республикасына барған алғашқы сапарынан бастап, аспан асты елімен барлық байланыс жолдарын ашудың сәті түсті. 1997 жылы 25 қыркүйекте Алматыда өткен Қазақстан және Қытай делегациялары арасындағы келіссөз барысында Батыс Қазақстан мен Батыс Қытайды жалғастыратын мұнай құбырына Қытай Халық Республикасы тарапынан $9,5 миллиард жұмсалатыны жөніндегі шартқа қол қойылды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қытай мемлекетіне 2002-2007 жылдарда 4 рет ресми сапармен барып, маңызды құжаттарға қол қойды. Ең маңыздысы Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы тату көршілік, достық және ынтымақтастық туралы шарт. Екі арадағы сауда-экономикалық байланыстар жылдан жылға артып, 2008 жылы оның көлемі 8 миллиард ақш долларын құрады. Жалпы соңғы жылдары Қытай Халық Республикасы басшыларымен өзара кездесу, келіссөздер жүргізу еліміздің сыртқы саясатындағы тұрақты құбылысқа айналды. Күннен күнге өз білімін жетілдіріп отырған қазақ елінің оқушылары кері байланыс SMS хабарлама арқылы беріледі. Сәтті болсын, сау болыңыздар.